Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзбек халқының ең сүйікті ыстық тағамдарының бірі хамир хасиптің дайындалу жолымен бөлісетін боламыз. Ең алдымен бізге қамырын дайындап, бөлме температурасында тынықтырып қою керек. Ол үшін бізге ұн керек болады, және де салқын су, жұмыртқа, тұзымызды және де сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап, яғни сұйық массамыздағы тұзымыз жақсылап ерігенше жақсылап араластырып барып ұнның үстінен құйып барып қамыр илейтін боламыз. Дәл осылай жасайтын болсаңыз қамырларыңыз езілмей, жаңағындай өз қалпын сақтап керемет болып пісетін болады. Піскен уақытында осылай қолдарыңыздың көмегімен барынша салмақ салып жақсылап қамыр илеп аласыздар. Осылай қамырымыз біріккенше қолымыздың көмегімен илеп, осындай целлофанға салып, 30 және де 1 сағат көлемінде бөлме температурасында қалдырып қоямыз. Одан кейін салмасын дайындауға кірісетін боламыз. Салмасында бізге ең басты керегі фарш және де пияз, күріш керек болады. Дәл осылай барлығын жақсылап салып алып, үстінен тұзымызды дәміне қарай және де бұрышын қосып дәміне қарай жақсылап араластырып, салмасын дайындап бөлек қойып қоятын боламыз. Керекті заттардың барлығы мен описание бөліміне қалдырамын. Сол жаққа өтіп міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Және де иленген қамырымызды осылай 2 зуалаға бөліп, жаюға кірісетін боламыз. Дәл осылай ноқтаумен жаймас бұрын осылай қолдарыңыздың көмегімен бірнеше қайтара басып алсаңыздар, қамырларыңыз жайылған кезде бір шеті қалың емес, бір шеті жұқа емес, өте керемет формада жайылып шығатын болады. Дәл осылай үлкен болғанша жұқа етіп жайып аласыздар. Одан кейін дәл мантының кесу әдісімен, яғни солай кесіп шығасыздар. Достар, менің видеоларым ұнап жатса, алда шығатын видеоларымды өткізіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетуіңізді сұраймын. Осылай жақсылап кесіп алғаннан кейін, осылай қатар-қатар орналастырып шығамыз. Өзімізге кішкене оңай болу үшін. Одан кейін салмасын салып, түйуге кірісетін боламыз. Түйу әдісі осылай бұрышына саламыз салмасын, және де 2 шетін жауып, осылай орап шыға саламыз. Барлығын дәл осылай орап шығамыз. Орап шыққаннан кейін барып, мантываркамызды майлап, жақсылап түйілген хамир хасиптарымызды жақсылап орналастырып шығатын боламыз. Өзіңіздің қалағаныңызша мантываркаға орналастырып, осылай хамир хасиптарымызды орналастырып алғаннан кейін оттың үстінде қайнап тұрған суда 40-50 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің хамир хасиптарымыз дайын. Өте дәмді, өте сочный тағамдардың бірі. Менің отбасыма сөзсіз ұнады. Міндетті түрде жасап көруге сіздерге де кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Айпана. Ас болсын.